қазақ халқының тағдыры мен тілі үшін күрескен алаш арысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деген ұлағатты сөз қалдырған. Тіл қандай ұлтта, елде болмасын, әрқашан қастерлі де құдіретті. Ел тәуелсіздігінің ең басты белгісі оның ана тілі екені баршамызға белгілі. Тіл халықтың сан ғасырлық тарихы. 1997 жылы еліміздің тұңғыш президенттің жарлығымен Қазақстанда тұратын халықтардың тілдер мерекесі жарияланды. Наш первый президент поставил перед нами задачу говорить на 3 языках: на русском, на казахском и на английском, и не забывая своего родного языка. Это ведь прекрасно, потому что знание языков — это наше богатство. Different languages. I met a little girl who came from another land. I couldn't speak her languages, but I took her with the land. We danced together, and such fun, dancing in the languages. You can speak with anyone. Ана тілім, жүрегісін анамның, жүрек ана бір өзінен жаралдым. Сағат сайын саулығынды тілеймін, сенсіз мынау керегіне ғаламның. Любой язык по-своему велик, бесценное наследство вековое. Так берегите свой язык, как самое святое дорогое. Жарқын болашақта ұмытылған Қазақстан үшін бүгінгі жағдайымыз. Біз көп тілімізді білу қажет, бірақ өз тілімізді білу те өз ана тілімізді ұмытпай, қастерлеп, құрметтеп білейік. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, тіл мәртебесі биік болсын. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адамның тірі.